Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін манты жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Және де осы рецепті бойынша тоңазытқышта 1 айға дейін сақтай аласыздар. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен суымызға 1 жұмыртқамызды, тұзымызды, майымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қатты қамыр илейміз. Міне қамырымызды осылай илеп, салафанға салып, тұндырып қойып қоямыз. Енді начинкамызды жасауға кірісеміз. Ол үшін пиязымызды бірнеше бөліктерге бөліп, майда етіп тураймыз. Және де майымызды турап аламыз. Толық рецептіні астында описанияда қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осы рецепті мен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өйткені дәмі өте керемет, дәмді және қамыры езілмей, жақсы болып піседі. Ендігі кезекте бір ыдысқа фаршымызды, туралған пиязымызды, майымызды, тұзымызды дәміне қарай және де қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Енді мантоваркамызды жақсылап ішін сүртіп, құрғатып, майлап аламыз. Қанған қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөліп, осылай күлшелеп аламыз. Кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаюға кірісеміз. Жұқа етіп, жайып аламыз.
қамырымды жайып болдым. Енді кесуге кірісемін. Алдымен осылай қойып, бірнеше бөлікке бөліп, барын бірін үстіне бірін қойып, төрт бұрышты етіп кесіп дайындап аламын. Дайын болған қамырымызға бір ас қасықтан толтырып начинкамызды салып шығамыз. Және де әдемелеп төгіп шығамыз. Мантының бүгудің 3 жолын осы жерде көрсететін боламын. Піскен кезде де өз формасын жоғалтпай бір келкі болып пісетін болады. Мінекей, енді мантаваркамызға салып, бетінен сұйық майымызды аздан жағып шығамыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып, 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей мен мантым дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті бойынша жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Менің жаңа шыққан видеоларымды көріп алмас үшін каналыма тіркеліп,
лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.